Қайырлы күн, аман есенсіздер ме, қымбатты қазақ елі. Бүгін мен мына жүзімнің виноград, соның жапырағын орап, долма көбінесе Азербайжандар жасайтын, біз жақта. Осыны теріп алып жазда басып аламыз деп жинап жүретін. Мен мынандай бір дайын осыны көрейінші деп, осыны істегім келді. Бұған енді керек заттар не? Мынандай дайын, осындай дайын тұз алған екен. Оны бірақ шығарып, тұзды болып қалмас үшін суға біраз шылап қояйын деп тұрмын ішінде. Жапырақ кәдімгідей көп болады екен, міне. Қаттап салыпты, арасын ашып. Суға шылап қояйын. Енді бізде мына Шелек жақта Азербайжандармен араласып көрісіп тұрдық. Сонда солар жүзім жазда осындай үлкен жапырақтарын теріп алып жинап жүретін. Басып аламыз деп. Ол кезде мұндай қызыққан жоқпыз. Интернет жоқ, телефон жоқ. Бұның дайын барын бірінші рет көріп тұрмын. Кәдімгідей көп болады екен оны. Бұны бұлай қоя тұрам енді. Күріш шикі пісірмегенмін. Пісірмей жартылай қайнатып алады елдер. Мен қайнатқан жоқпын. Осылай пісірейін деп тұрмын. Себебі 40 минутта ет піскенде енді күріш те пісу керек қой. Азғантай тұз салынған, бірақ тағы да кішкене тұз салайын деп тұрмын. Қызыл бұрыш. Енді әркімнің қалауы біледі. Менде қызыл бұрыш, қара бұрыш. Паприка. Енді бұған кішкене аздап 100 миллиграмдай су құямыз. Көрермендер, мен мына астына картошка салған ұнады маған. Солай істейін деп тұрмын. Осылай жаркөйге турағандай ірі қып тураймын.
міне бисмилля деп түйуді бастайын. Мына қатпар болып қалады екен. Қанша дегенмен банкаға тығыздап салғаннан кейін. Енді мына жүзімнің жапырағының мына өзегі дейміз ғой, мына осы өзегінің осындай жағын, қатты көрініп тұрған жағын қарату керек. Тамыр сияқты. Мына жапырақтың көлеміне қарай саламыз. Міне қымбатты көрермендер, біреуін түйдім. Қатты тырыстырып түйудің керегі жоқ. Еркін, жапырағы еркін жететіндей босырақ түйу керек. Міне қымбатты көрермендер, менде пиязым қура. Енді кішкене қалай деп айтсам болады. Соуспен жасайды ғой. Мен соус емес, соустың орнына кішкене қима сияқты қылып астына. Қызыл бұрыш. Міне салуды бастадық. Астына осылай картоп салып. Енді міне тағы да суды біраз батысатындай құямыз. Кішкене ғана зіра салып жіберейін деп тұрмын. 40-45 минут пісіруге болады. Міне қымбатты көрермендер, менің долмам дайын болды. Мынау жаңағы астына салған картобы. Мына оператор жеп жіберсінші. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.